Жазғы демалыс кезінде балалардың үйдегі қауіпсіздігіне ерекше мән берген дұрыс. Себебі дәл осы уақытта балалардың бос уақыты көбейіп, үйде жалғыз қалу фактілері жиілейді. Ал үйде жалғыз қалған бала ата-анасы тыйым салған нәрселерді істеп көргісі келеді. Сондықтан кез келген нәрсеге тыйым салған кезде не себепті тыйым салғандықтарыңызды түсіндіріп өтіңіз. Баланың үйдегі қауіпсіздігі тақырыбында толығырақ Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Аягөз Жанболат қызымен әңгімелесетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімеміздің басында айттық, қазір жазғы демалысқа балалар шықты. Көбіне шыны керек осы жаз басталғаннан бері терезеден құлап кету фактілері жиі тіркелген, және де ол азаймай тұр. Осыған не себеп деп ойлайсыз? Жалпы қауіпсіздік балалар туралы айтып кетсек та, осы қазір жаз басталысымен демалысты барлығымыз күттік, балалар барлығымыз. Қазір балалардың қауіпсіздігі ерекше назарда. Өзекті мәселе деп те айтуға болады. Себебі бала қазіргі заманда қала жағдайында балалардың білуге деген құштарлығы және ересек адамдардың тарапынан уақыттарының деңгейінен болмау себептерінен көп қайғылы оқиғалар болып жатады, қауіп қатерлер болып жатады. Оның біреуі өрт, негізгінің біреуі, екіншісі ол су айдындарындағы оқиға, және де жаңа сіз айтып кеткендей терезеден құлау оқиғалары. Енді басым көпшілігі жаңағы сіз айтып кеткен терезеден құлау, ең көп балалардың терезеден құлауы осы қауіп қатерге жатып отыр. Биыл статистикаға сүйенетін болсақ, былтыр терезеден 16 бала құлап, оның 6-ы мерт болатын болса, биыл осы 5 айдың ішінде бізде 8 бала құлап, оның 5-і мерт болды. Сондықтан ата-аналарға біз ескертеміз, ең бірінші жаңағы біз баяғыда желдеткіштер кішірек емес. Қазір желдеткіштеріміз ашқан кезде жарты тереземіз ашылады. Сондықтан ол жерде тұрған москиттік тораптарға сенуші болмаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар деп айтқымыз келеді. Балалардың жас мөлшері 3 жастан 7 жасқа дейін балалар, бұл құлаған балалар. Әртүрлі қабаттардан 15, екінші қабаттан құлап мерт болғандар да бар. 5-ші қабаттан құлап аман қалған, бірақ жарақат алған балалар бар. Әртүрлі жағдайлар кездесіп жатыр. Сондықтан сақ болыңыздар деп айтамыз. Енді осы жағдайлардың алдын алу үшін қандай нақтық жұмыстар атқарылып жатыр? Тек қана біз алдын алу шараларын ғана ұйымдастырамыз. Төтенше жағдай инспекторларымен біз барлық мектептерде, біз енді кішкентай балалар болғандықтан әрине бірінші ата-анаға ескерту айтамыз. Ескерту ретінде біз жаднамалар таратамыз. Содан кейін бар өзіміздің видеороликтеріміз бар. LED экрандардан көрсететін, және де балабақшаларда көбінесе әңгімелесу, сабақтар жүргізу, жұмыстарын жүргіземіз. Мен сіздерге алып келдім, егерде қазір қызықтыратын жағдайлар болатын болса, бұның ішінде барлық жаднамаларымыз барлығы дайын, балаларға түсіндіру, ата-аналарға түсіндіру жұмыстарымен ғана шектелеміз. Енді жаңағыдай оқиға болған жағдайда, бала құлап кетіп, жаңа айтып отырсыз, 5 бала көз жұмды деп, ата-ана жауапкершілікке тартыла ма? Кінәлі болып есептеле ме? Енді бұл ата-ананың селқос қарағандығынан сондай оқиға болып тұр ғой. Енді балалары құлап қалғандықтан олардың үстінен біз жаза қолдана алмаймыз. Енді олардың жазалары өздерін алып отыр, өз жазаларын балалары құлап жарақат алып жатыр, мерт болып жатыр. Сонда жағдайлар. Енді басты мәселе қазір бізде су айдындары болып тұр тағы да. Жаз, көктем келе салысымен мезгілінде бізде су айдындарында балалардың көп суға кету оқиғалары тіркеліп жатыр. Былтыр Астана қаласы бойынша 17 адам суға кететін болса, оның 3 балалар болып шықты. Енді бұның бастысы 2 бала қараусыз қалған. 2 кішкентай бала ата-аналары қазір жазға демалысқа шығады, саяжайларға демалуға барады, балық аулауға барады, балаларын бірге ала барады. Сол кездері балалардың селқостық қарап, балаларды қараусыз қалдыру. 2 бала ата-аналардың қарауынсыз жаңағы суға кетіп қайтыс болды. Биыл жағдай тіркелген жоқ, болмайықта қойсын әрине ондай жағдай. Сондықтан біз ескерту жұмыстарын әрине жүргіземіз. Бізде өз Астана қаласы бойынша суға түсу шақ айдыны негізі тіркелген, рұқсат етілген. Ол жаңағы жабдықталған орындар. Жабдықталған жерлерде әрине құтқарушылар бар, су асты таза,
көп жерлерде жаңағы қайтыс болған адамдардың 80% жабдықталмаған жерде, суға түсуге болмайтын жерлерде. Болмайды деген көрсеткіштер, белгілері бар. Барлық жерде әрбір өзінің өлшемі бойынша қойылған тыйым салынады деген белгілері бар. Сол белгілерге қарамастан суға түсіп, судың астында әртүрлі ойық, шұңқырлар, бөренелер, шыны, неше түрлі заттарға жарақатталып жатады қаншама адамдар, балалар да суға түсіп. Сондықтан ата-аналар басты назарда осы балалардың қауіпсіздігін ойласа екен дейміз. Сондықтан жабдықталған жерге түссін біріншіден. Екіншіден, қазір маусым, Астананың ауа райына байланысты маусымның бірінші жартысында судың үстіңгі бөлігі ғана бізде жылып отыр. Астыңғы бөлігі әлі суықтау, сіңір тарту деген сияқты бар. Балалар суға түскен кезде сіңір тартып, ол суға кетіп қалуы мүмкін. Ондай жағдайларды ата-аналар қараса екен дейміз. Қазір шілде, маусым айларында жаппай суға түсілі басталады. Сол кезде жаңағы жай судағы қарапайым жай сөзбен балаларға түсіндіруге болады. Қағидалар ол бірінші жүзу білмесең ата-анаңмен бірге түсесің. Және де кемелердің қасында, қайықтардың қасында жүзуге болмайды деген сияқты. Ата-ананың қарауынсыз балалар бөлек түсуге болмайды, көпірден секіруге болмайды. Шектелген жерлер бар, буйкалар дейміз, сол жерлерден ары қарай асып түсуге болмайды деген сияқты. Қарапайым қағидаларды сақтаса, сондай-ақ менің бір қосқым келіп тұрған мәселе, ол баланы мысалға жүзуге үйрету жастайынан баулып, бассейн. Ол баланы жүзбе, суға түспе дей алмайсыз. Күн ыстық кезде ол суға түскісі келіп тұрады. Ол және денсаулығына да пайдалы ғой жүзген. Астана қаласында не көп? Спорт кешен көп. Бассейндер бар. Тіпті қалмаса біздің өзіміз құтқарушылардың үлкен спорт кешені бар. 2005 жылы салынып берілді. Біз сол жерлерде балаларды да үйретеміз. Ешқандай ақысыз. Сондай-ақ электр қуатының өртке байланысты. Жаңағы енді өртті де тілсіз жау деп айтамыз. Біз оны да ескерту біздің міндетіміз. Сондықтан өрттен де қаза болып жататын бізде өте көп оқиғалар кездеседі. Өрттің қарапайым қай уақытта балаларға үйрету керек? Қай жастан бастап балаларға айта беруге болады деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Оның бірақ қана жауабы бар: балалық шақтан. Балалар өздерінің іс-әрекеттерін түсіне білген кезден бастап балаларға өрт қауіпсіздік ережелерін үйретуіміз керек. Шырпымен ойнама, өрт болады деген сияқты. Ата-аналар оны да байқау керек. Және де сөзіңізді бөліп отырмын. Көбіне сыртынан балаларын жауып кететін, түнгі әртүрлі сыртта жұмысымен жүгіріп жүретін ата-аналарда осындай оқиға көп жиі кездеседі. Бұл да өте қауіпті ғой. Оқиға болған күні өзінде балалар өз еріктерімен шыға алмайды сыртқа. Ондай оқиға болды. Бізде бір үйде анасы жақын маңдағы дүкенде сатушы болып жұмыс істеген, балалардың сыртынан жауып кеткен. Үйде 4 бала ойнаған, содан үйден балалар шыға алмай, 4 бала да сол жерде қаза тапты. Өкінішке орай, енді балалардың бірінші біз үрей дейміз ғой. Үрейге балаларды үйрету білім болса, үрей болмайды дейміз. Сондықтан балаларды үрейден, балалар мүмкін есік ашық болса да, олар тығылып қалуы мүмкін. Бізде өрт сөндірушілердің басты міндеті адамдардың өмірін құтқарып қалу. Сондықтан біз үйге кірген кезде өрт сөндірушілер бірінші адамдар бар ма соны қараймыз. Сол кезде кейбір жағдайларда үстелдің астынан, кереуеттің астынан, жиһаздардың ішінен біз балаларды жаңағы тауып алып жатқан жағдайлар болды. Сондықтан қарапайым, тағы да айтамын, қарапайым өрт сөндіру, өрт қауіпсіздік ережелерін білсе екен дейміз. 101 нөміріне хабарласу, сондай-ақ бірден дереу сол жерден шығып сыртқа шығу амалын жасау. Кейбір енді мектеп жасындағы оқушылар бар, оларды да мектепте үйрететін шығар. Біз де шамамыз келгенше интерактивті сабақтар өткіземіз, әртүрлі мектептерге ашық сабақтар өткіземіз. Сол кезде біз айтатын, жаңағы сіз айтып жатқандай тоқтар. Тоқтарды кейбіреулер ойлады, қазір барады да, мынау қазір бір жүйеге бірнеше тоқты қосу деген бар ғой, сол жерден өрт шығуы мүмкін. Сол кезде инерттікпен балалар суды алып, үстіне су шашып жүру мүмкін. Бұл ең басты қателік. Тоққа қосылып тұрған, жанып жатқан нәрсеге су шашуға болмайды. Сондықтан міне бұл да ереже, қарапайым ереже. Бір жерден тоқ шығып, жаңағы сіріңке емес, шырпым емес, үлкен балалар тоқ шығып өртеніп жатқан болатын болса, міндетті түрде оны жылып алып тастау керек та, содан кейін барып сөндіруге тырысу керек. 1-2 минуттың ішінде егерде өртті сөндіруге қауқарларыңыз келмесе, міндетті түрде бөлмеден шығу керек. Бөлмеден шығып, терезені ешқандай желдеткішті ашуға болмайды, үйден тездетіп шығып, көмекке шақыруымыз керек. Өрттердің басым бөлігі жаңағы айтып кеткендей тоқтан болады бізде. Басым бөлігі. Қазір балалар смартфон ойнайды, оны тіпті зарядкасы тез таусылған соң қойып, тіпті түні бойы қосып жатады. Қосып жатып ойнайды. Қосып жатып ойнайды.
Біз әрқашанда ескертеміз, тоққа қосулы, теледидардың өзін тоққа қосулы болмайды. Бізде жалғыз ғана тоңазытқыш қана қосылу керек. Тоңазытқыштың өзінің жүйесі өзі сондайға қолдануға жасалған басынан бастап. Тоққа қосылып тұратын тоңазытқыш. Ал мынау теледидар, компьютер, ұялы телефондар міндетті түрде ол тоқтан ажыратылуы тиіс. Тағы да бізде мынау жер үйлерде әсіресе болатын өрттерде осы кәсіби мамандарға жасатпайды тоқтарды. Содан кейін барып жаңа қысқа тұйықталу болады да, содан кейін барып өрт шығады. Сапалары төмен кейбір сымдар болады. Сондықтан кәсіби мамандарға жасатса, тоқ болуы да өте ойнауға болмайды дейсіз ғой. Тағы да біз осы қауіпсіздікке байланысты қай мәселені қозғамадық? Ата-аналардың назарына тағы да өзіңізден нақты кеңестер болса, ақпараттандырсақ. Ең бірінші бізде ауқымды мәселе, бізде осы жақын арада болған бізде батуттар қауіпсіздігі. Қазір жаз басталды, әрбір тұрғын сауда орындарының қасында осы батуттар орналасқан. Бізде айтып жатыр, төтенше жағдайлардың бізде негізі құқығы жоқ оны тексеруге. Бірақ та біз ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Міне, біз дәл сол күні мысалы ескерту ақпараттарын таратқан болатынбыз. Тіпті сіздер қазір тіпті SMS арқылы алып жатсыздар. Бізге Қазгидромет арқылы келеді SMS. Міне, дауыл болады 20 метр секундына, 25 метр секундына деп. Ол ана жақтан келгенше үлкейе ме, мүмкін жел азая ма, біз оны білмейміз. Бізге Қазгидромет қалай береді, біз солай таратамыз. Ата-аналар енді ойлану керек. Жел, күн қатты, батуттың өзі шайқалып тұрған кезде, соның үстіне баланы жіберу деген ол өзі ойланып қарасаңыздар, баланың астында қалып, неше 4-5 бала солай жарақат алды. Сондықтан өздеріңіз қараңыздар, бақалаңыздар, біз SMS-тер жібереміз. Біздің әлеуметтік желілерде, барлық жерде, төтенше жағдайлар департаменті барлық жерде қосылған сайттарымызда ашып қарасаңыздар. Қазір не жеткілікті әлеуметтік желіден көп ақпарат алуға болады. Біз әрине балаларды үйде ұстап отыру қиын қазіргі кезде, жаз уақытында мүмкін емес. Сондықтан бірінші ескертеміз жаз уақытын ата-аналарға, ал әрине мектеп басталғасын ол педагогтардың да бұл жерде жауапкершілігі бар. Біздің департаменттің инспекторлары да үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біздің де жауапкершілігіміз бар. Негізі қоғам, бұқаралық ақпараттары, сосын ата-аналар барлығы қосылып осы ақпараттандыру және жауапкершіліктер деңгейін ұлғайтуға үлкен мән беру керек деп ойлаймын. Күш салу керек. Күш салу керек. Жаңа сіз айттыңыз, мектепте түрлі сабақтар, үгіт-насихат жұмыстары жүргізіледі дедіңіз. Ол тек оқушыларға жүргізіле ме, әлде олардың ата-аналарына да бірге қосымша жүргізіле ме екен? Оқытамыз, интерактивті сабақтар балаларға өткізетін болсақ, бізде төтенше жағдай департаментінің өзінің ғимаратында біз жоспар бар. Биыл мысалы 450 педагогтарды оқыттық. Оның ішінде психологиялық жағынан, төтенше жағдайда алғашқы көмек көрсету жағынан, қандай төтенше жағдайларда қандай іс-әрекет жасау жағынан, соны 5 күндік оқу бар. Педагогтарға да өткізамыз, барлық мамандарға өткізамыз. Әрбір кәсіпкерлерге де, әрбір ұйымдардың жауапты қызметкерлері бар, өрт қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлері бар, еңбек қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлері бар. Соларға біз міне қаңтар айынан бастап 450 адам оқытып шықтық. Ол біздің міндетімізде азаматтық қорғау заңы бойынша біз сондай адамдарды да оқытамыз. Өзіңізден енді біздің көрермендерге жалпы бүгінгі сұхбатымызды түйіндесек, қандай ескертулеріңіз бар? Жаңағы айтып кеткендей, қарапайым қауіпсіздік шараларын балаларға кішкентай бала шағын ес-түсін білген кезден бастап үйретсе екен дейміз. Қауіпсіздік шараларын балаларды жаңағыдай қараусыз қалдырмау. Ең басты мәселе балалардың қараусыз қалдырмау, кішкентай балаларды әсіресе. Содан кейін барып өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау. Жаздың күні су айдындарында балаларға қараусыз қалдырмаңыздар деп айтамын келеді. Біздің де тілек сіздігіндей, барлығымыз енді бала өсіріп тәрбиелеп отқан ана болғаннан кейін бұл мәселеге бей-жай қарауға болмайды. Өкінбестей өмір болу үшін әрине біз көзімізден таса қылмауымыз керек бала шағамызды. Еңбегіңізге табыс тілейміз, абыройлы болыңыз, барлық жақсылықты тілейміз. Көп рахмет.